Енді мына бір есепті шығарып көрейік. Жанель бір-біріне тең болмайтын 4 сан ойлады. Ол ойлаған ең үлкен санның ең кіші санға қатынасы 3-тің 1-ге қатынасындай. Ал ортаншы екеуінің өзара қатынасы 3-тің 2-ге қатынасындай. Егер Жанель ойлаған сандардың ең кіші екеуінің айырмасы 2-ге тең болса, ал барлығының қосындысы 57 болса, онда ол қандай сандар жасырған дейді. Жақсы, Жанель 4 сан жасырған түсіндік, оларды рет-ретімен белгілеп қояйық. Бірінші сан, екінші сан, үшінші сан және төртінші сан деп. Және бізге ыңғайлы болу үшін бұлар кему ретімен жазылған. Яғни ең үлкен саны ол мына бірінші сан, ал ең кішісі мына төртінші сан болсын. Енді қараңыздар, бізге мына екінші сөйлемде ойлаған ең үлкен санның ең кіші санға қатынасы 3-тің 1-ге қатынасына деп тұр. Сондықтан ең үлкен санның қасына, яғни бірінші санның қасына 3 бөлікті жазамын, ал ең кіші санның қасына, яғни төртінші санның қасына 1-ді жазамын. Олардың қатынастары осылай 3-тің 1-ге қатынасына дейді. Ал ортаншы екеуінің дейді. Ортаншы екеуі мына екеуі. Бұл жерде екінші сан үлкенірек, үшінші сан кішірек, иә? Екеуінің өзара қатынасы 3-тің 2-ге қатынасына. Үлкеннің қасына жазамын, екінші санның қасына 3 жазамын. Ал мына үшінші санның қасына 2 жазамын, 3-тің 2-ге қатынасындай. Бұл жерде бірден сұрақ туындайды. Бұл жай қатынас па деген. Жоқ, бұл бір тұтас жай қатынас емес. Неге? Өйткені бізге Жанель ойлаған 4 санның өзара қатынасы 3-тің 3-ге, 10-ның 2-ге, 10-ның 1-ге қатынасындай деп айтылып тұрған жоқ бұлай. Я, бізге бұл күрделі қатынас деп айта алмаймыз. Өйткені күрделі қатынаста бір берілгеннің қасында 2 сан тұру керек. Бізде әр берілгеннің қасында бір саннан ғана. Бұл 2 бөлек жай қатынас. Яғни қараңыздар, ең үлкен сан мен ең кіші санның арасындағы қатынас, мына бірінші сан мен төртінші сан арасындағы қатынас, 3-тің 1-ге қатынасы. Ол бөлек бір жай қатынас, бұған біз x тіркейміз. Яғни ең үлкен сан 3x дейміз, ал ең кіші санды 1x дейміз. Ал мына ортаншы екеуінің қатынасы, бұл да жай қатынас, бірақ бұған біз x айнымалысын қолдана алмаймыз. Бұлардың бөліктері сәл басқаша болады. Олардың ортаншы екеуінің қасына 3-тің 2-ге қатынасындай, бұларға біз жаңа айнымалы y деген айнымалы енгізейік. 3y, мынау 2y болсын. Яғни міне ортаншы екеуі 3y және 2y. Енді Жанель жасырған сандардың, Жанель ойлаған сандардың ең кіші екеуінің дейді. Ең кіші екеуі 3-ші сан мен 4-ші сан. Айырмасы деп айтып тұр. Қазақша ең кіші екеуінің айырмасы 2-ге тең деп тұр. Осы қазақша мәтінді математикалық мәтінге, яғни теңдеуге айналдырайық. Қараңызшы. Ең кіші екеуінің айырмасы. Демек, мына екеуін бір-біріне азайтамын. Әрине 3-ші сан үлкенірек 4-ші саннан, сондықтан 2y азайтылған бір x немесе x деп жазам. Осы тең болады мына 2-ге. Міне. Енді барлығының қосындысы тағы да қазақша жазылып тұр, барлығының қосындысы сөз мына 4 санды қосып жібергенде шығатын сан 57 дейді. Бұнда жазып қояйық. 4-ін қоссақ, яғни 3x қосылған 3y қосылған 2y қосылған x. 4-інің қосындысы 57-ге тең. Бұл жерде әрине біз 3x-ке x-ті қосып 4x, ал 3y-ке 2y-ті қосып 5y десек болады. 5y қосылған 4x деп жазсақ болады. 5y қосылған 4x тең болады 57. Сонда бізде не шықты? Бізде 2 теңдеу шықты. Демек, бұл 2 айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесі. Яғни 2 теңдеу екеуін бір жүйеге аламыз. Бұл теңдеулер жүйесін біз қосу әдісімен шығарсақ болады, немесе алмастыру әдісімен шығарсақ болады. Алмастыру әдісі деген қалай? Бұл жерде біз мына минус x-тің алды минус болып тұр, оң жаққа жүрейік, x алды плюс болып өтсін, ал 2-ні сол жаққа қарай жүрейік. Яғни x тең болады 2y минус 2 болсын. 2y минус 2 тең болады x болсын. Бұл x-тің орнына 2y минус 2-ні қоя аламыз дегенді білдіреді. Олай болса, біз мына екінші теңдеуге x-тің орнына 2y минус 2 деген түрін жазайық. Яғни мына 5y тұрады. Қосылғанда 4 тұрады, көбейтеміз. Енді x-тің орнына x емес, мына 2y минус 2 түрін жазайық. Сонда біз бір айнымалысы бар теңдеуге жеттік, бір ғана әрпі бар. Бұны әрине шығара аламыз. Жақшыларды ашамыз. 5y қосамыз. Мына 4-те 2y өтсеңіз 8y, 4-те 2-ге 8 тең болады 57. Енді минус 8 плюс 8 болып өтеді. Ал 5y-ге 8y-ті қоссақ, бізде 13y шығады. 13y-іміз тең болады. Мына 57-ге 8 болсақ 65. Олай болса, біз 65-ті 13-ге бөлеміз. Y тең болады 5 шығады. Y-іміз шықты. Енді x-ті табу үшін осы y-ті апарып мына жерге қоямыз. Мына жерге 5-ті қойсақ, мына x-іміздің мәні шығады. X-іміз тең болады 2-ні 5-ке 10, азайтылған 2 8. X-іміз де шықты.
x пен y-тің мәнін таптық, бірақ әлі жауап емес. Жауап ол қандай сандар жасырған. Әр сан табу керек. Мына 3x дегенге x-тің орнына 8 қойып көтеміз. 3-ті 8-ге. Ең үлкен саны 24. Ең кіші саны 1-ді 8-ге көтсең 8. Ал мына жерде y-терді қолданамыз. 5-ті қоямыз. 3-ті 5-ке 15. 2-ні 5-ке 10. Демек, Жанель осындай 4 сан жасырған. 24, 15, 10 және 8 деген. Тағы да бір айтқым келіп тұрған зат, ол біз мына теңдеуді, мына теңдеулер жүйесін тек қана алмастыру әдісімен емес, қосу әдісімен де шығаруға болатын еді. Ол қалай десеңіздер, мына бірінші теңдеудің алымында бөлімінде 4-ке көбейтіп жіберсек болатын еді. Ол жолында көрсетейік. Қараңыздар, қосу әдісі дегеніміз екі әріптің біреуінен құтылуымыз керек. Бізге 4x-тен құтылған ыңғайлы. Егер қазір мына x-ның алдын 4-ке келтірсек, екі теңдеуді бір-біріне қосатын болсақ, мына -4 пен +4 бір-бірін жойып жібереді. Ол үшін біз мына бірінші теңдеудің барлығын 4-ке көбейтіп жаза алайық. Яғни 2 керекті 4-ке көбейтсек 8 керек. Одан мына -x-ті 4-ке көбейтсеңіз -4x, және мына 2-ні 4-ке көбейтсеңіз 8 шығады. Осының астына мына теңдеуді көшіріп жазайық. 5y қосылған 4x тең 57. Енді бұл екеуін бір-біріне қосып жіберіңіз. Аты айтып тұр ғой, қосу әдісі деп. Сол кезде 8y-ға 5y қосылады да 13y болып кетеді. Мына -4x пен +4x бір-бірімен жойылып кетеді. Қосқанда 8-ге 57 қоссақ 65 болады. Яғни y тең болады, жаңағыдай 65-ті 13 көреміз, бәрібір сол 5 шығады. Тек қана шығару жолы өзгерді, бірақ жауап әрине өзгермейді. Шыққан 5-ті мына екі теңдеудің кез келгеніне қоюға болады. Қайсысының саны аз, соған қойыңыз. Y-тің орнына мына жерге 5 қойсаңыз, екі жердегі 5-ін 10, азайтамыз x тең 2. Онан қандай санды азайтқанда 2 болады? Әрине онан 8 азайтқанда, немесе x тең болады 10 азайту 2 деп x тең 8 дейміз. Дәл сол x пен y-ті мына жерге қойып, әр сандарды алдыңғы жолмен тауып шығамыз.